Әдебиеттік оқу пәні 2-ші сынып. Бастауыш сынып мұғалімі Айбекова Индира Ахметсапақызы. Сынып жұмысы. Кемпір қосақ. Бір кесегін үзіп ап, үйіме әкеп қояр мыйым. Жаңбыр бітті алақай, талаға шықпалақай, кемпір қосаққа қара, әрбір түстерін сана. Бірінші түсі оның қызыл қызғалдақтай, екінші түсі оның қызыл сары балдай, үшінші түсі оның сап-сары тарыдай, төртінші түсі оның көгілдір аспандай, бесінші түсі оның жасыл жапырақтай, алтыншы түсі оның көк көлдің суындай, жетінші түсі оның күлгін орамалдай. Мұзафар Әлімбаев, ақын, аудармашы, әдебиеттанушы, балалар жазушысы. Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Қазақ КСР еңбек сіңірген мәдениет қызметкері. Қазақстанның халық жазушысы. Ұлы Отан соғысының қатысушысы. Павлодар облысы Шарбақты ауданында Маралды ауылында дүниеге келген. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін тамамдады. Пионер журналында поэзия бөлімін басқарды. Қазақ әдебиеті газетінде бөлім меңгерушісі, бас редактордың орынбасары, Балдырған журналында бас редактор қызметтерін атқарды. Алғашқы кітабы Қарағанды жырлары 1952 жылы басылып шықты. Қазіргі қазақ әндері мәтіндерінің және Қазақстан Республикасының Балалар, бәріміз қосылып, Мұзафар Әлімбай атамыздың кемпір қосақ өлеңін оқиық. Жаңбыр жауып басылды, аспан шайдай ашылды, көкке қызыл жасылды, кемпір қосақ асылды. Мектебімнің тойдағы қақпасындай әдемі, мұң құбылып жайнады, қызықтырып әдейі. Құлпырғаны қызғақ, 7 түрлі бояумен, бір кесегін үзіп ап, үйіме әкеп қояр ем. Әттең бойым жетпейді, әттең қолым жетпейді.